Макгрегордың фанаттары және бастысы Макгрегордың өзі шоудың аяқталғанын түсінуі керек. Конордың енді октагонға шығуы қиын. Біз оның мықты кездерінің көзайымы болдық. Бұл күндер енді артта. Конор қайта орала ма? Сюрприз, сюрприз, ублюдки! Король вернулся! Жаңа жылдың қарсаңында мен Конорменмін. Бұл интервью Конор Макгрегор Cage Warriors турнирінің 2 дүркін чемпионы болған сәтте алынған. Олар саған хабарласа ма? Я, мен сондай ойдамын. Барлығы басты UFC турнирде өнер көрсеткісі келеді. Қалғандарына түкіргенім бар. Бірақ Конорға ешкім хабарласпады. Бастысы сенім. Өздеріңе сеніңдер, басқалардан қарағанда көбірек сеніңдер. Қарапайым бол, бастысы жаттығуды қалдырма. Соңында барлығы орындалады. Сеңгілеріңіз келе ме, әлде жоқ па? Мына сөздерге қарамастан Макгрегор спортпен қош айтысатын сияқты. Қазір менің айналам толған байлық. Бірақ құрбандық та аз емес. Каналға жазылыңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Cage Warriors Конорға 2 дүркін турнир чемпионы атанса да оған 500 евро төледі. Конор 1 жылда 3 рет жекпе-жекке шықты және оған жыл сайын 1500 евро төледі. Бұл жеткіліксіз қаржы. Макгрегор бұл кәсіппен 10 жыл айналысты. Бұл қандай ақша дейсіздер ме? Әйелі оны жаттығуға соғылған Peugeot көлігімен әкелетін. Білесіздер ме, мен қалай ойладым? Бұл жекпе-жектің маған керегі жоқ. Мен бұнымен енді айналысқым келмейді. Мен Дублин қаласынанмын. Нақты айтсам Дублин 12. Бұл маған өте қымбат жер. Ол кедей ауданнан. Ол жерден шығу үшін қатты еңбек етіп жақсы жұмыс табу үшін көп қиналатын жерден. Мен ол жерде ауыр еңбектің қадірін білдім және жақындарымның маған деген сүйіспеншілігін ұқтым. Мен кішкентай кезімде анама өскен шағымда Супермен болғым келетінін айтатынмын. Әр жаңа жылда маған Супермен ойыншығын сатып беріңдерші дейтінмін. Мен жеткіншек шағымда Мұхаммед Али туралы білдім. Али менің алғашқы жекпе-жек батырым. Мен ол туралы фильмдерді және кітаптарды оқыдым. Ондағы жеңіске деген ынта мені қызықтырды. Конор Макгрегордың Cage Warriors турниріндегі 2 чемпиондық белбеуі UFC президенті Дана Уайттың көзіне ілінді. Мен әрқашан маған бір ғана шанс керек екенін білетінмін. Мен әрқашан басқаларынан мықты екенімді сезетінмін. Бұл мүмкіндік көп күттіртпеді. Макгрегордың UFC-дегі дебюті Маркус Бриджиге қарсы орын алды. Ever fight in the UFC. 9 first-round finishes for the Fighting Pride of Dublin. Is it a... Marcus is hurt, looking to finish it here. This is why everyone's been talking about it's all over. Wow! An awesome reaction. Мен қазір ғана $60,000 жеңгенімді білдім. Алдыңғы апта ғана үкіметтен көмек алдым. Енді ол көмек маған керегі жоқ. Ирландияда жас балалар мектепті аяқтай салысымен армандарына жетпей, бірден ауыр жұмысқа кіріседі. Конор, сіз сантехник болуды қаладыңыз ба? Сонда осындай жұмыспен айналысқыңыз келді ма? Мен сантехник мамандығын аяқтағам. Сізге қаншалықты қиынға түсті? Сантехник өте қиын болды. Аптасына 5 күн таңғы 6-да оянатынмын. Барып келуім 4 сағат алатын. 14 сағат жұмыста болдым. Бұл жұмыспен 18 ай айналыстым және бұл менікі емес екенін түсіндім. Макгрегордың келесі жекпе-жегі Брондаға қарсы туған мемлекетінде өтетіні хабарланды. Мен жұмыстан шығып кеткенімде әкем қатты ашуланды. Оған былай дедім: сен мені ол жерге сүйреп те апара алмайсың. Дәл осылай еттім. Жұмысты тастап тек жаттығулармен айналыстым. Мен бұны қатты жақсы көрдім. Жаттығу тәуелділікке айналды. Мен жасайтын барлық нәрсе тек күніне 2 рет жаттығу болды. Fighting out of Dublin, Ireland, the notorious Conor McGregor. Y aquí está, es el principio del final. Así te lo digo, Goyito, el principio del final para el de Brasil. Uno, otro, ya está aquí. Бұл жеңіс Конорды UFC жұлдызына айналдырды.
Сен көрінесің де өз жұмысыңды жасайсың және бұл үшін сыйақы аласың. Бүгін мен үлкен контрактқа қол қойдым. Білесіздер ме, мен енді UFC-дің үлкен адамдарының қатарынамын. Джон Джонс пен Андерсон Силва сияқты. Мен тек саусағыммен түрткендей болдым. Бірақ мен бәрібір олардың әрқайсысынан мықтырақпын. Және олар не айтса да түкіргенім бар. Барлығы оны UFC-дің бас жұлдызы деп ойлайды. Бірақ мен оны жерге түсіремін. Алданбаңдар, ол қорыққан бала. Біз алғаш рет кездескенде жұдырығын кеңінен жайды. Бірақ ешқандай сөз айта алмады. Ол тыныш қана отқан ауылбай қайдағы бір көттен келген. Естеріңе салып алыңдар, оны бірінші раундта жеңем. Ол циркте немесе базарда өскен. Мен бұған сенімдімін. Дастин ойлап тұр, бұл әншейін ғана әңгіме деп. Бірақ таяқ жеп ұйқысынан оянғанда, бұл әншейін ғана әңгіме емес екенін түсінеді. Дәл осылай, Конор мен Дастин арасындағы алғашқы жекпе-жек қарсаңындағы пресс-конференция өтті. Бұл жеңіл салмақтағылар менің ударымның дәмін татқанша ештеңке түсінбейді. Менің ударым басқа өребен. Сондықтан мен оны бірінші раундта жеңетінімді айттым және мен оны орындадым. Мені Мистик Мак деп атаңдар, себебі мен болашақты болжаймын. Конор бұнысымен тоқтаған жоқ. Ол чемпиондықты қатты қалады. Конор Макгрегор өзінің үлкен аузын ашқанда, ол сізге әсер ете ме? Маған бәрібір. Ол не айтқысы келсе де өзі біледі. Ол жындымын деп те айтуы мүмкін. Тек ақмақтар ғана оған жауап береді. Бірақ бұл салмақта мен король. Бұл чемпиондық салмақ. Джозеге айтыңдар, мен келе жатырмын. Конор Макгрегор Джозеге қарсы жекпе-жектің болуы үшін барлығын жасады. Бүгін біз чемпиондық пресс-турдың 5 мемлекеттің 10 қаласында келесі 12 күнде өтетінін хабарлаймыз. Бір-екі ғасыр бұрын мен оның фирмасына жылқымен кіріп, жұмыс істей алмайтындардың барлығының басын шауар едім. Сонда сен туылмас едің. Менің көзіме қара, кішкене адам. Сен кішкентай бразилиялық, жақында сен өлесің. Сен маған бірдеңке айтқың кеп тұрма, а? Сен маған не істей аласың, а? Не істей аласың? Ей, сен оған аудар. Мен сенің әкеңмін. Кел, тіземе отыр. Кел. Альдо, сені өлтіріп тастамасын. Джозе, сені Конор аямай ұрғаннан кейін сен кішкентай сучка сияқты жылайсың ба? Макгрегор, саған неше минут қажет оның басын жұлып алуға? Маған тек бір рет қана жеткілікті. Ей, сен корольге қарап тұрсың. Сен маған қарап тұрсың. Сен не істей аласың, а? Не істей аласың? Оған айтыңдар, оған айтып барыңдар. Мен келе жатырмын. Кейін бірнеше ай өте салысымен Андре Жозе Альдо тренері оның қатты жарақатына байланысты Конормен жекпе-жекке шықпайтынын айтты. Сондықтан Чед Мендес уақытша пояс үшін Макгрегормен төбелесетінін жеткізді. Бұның бәрі енді маңызды емес. Нәтиже әрқашан бір. Мен үшін қарсыласым маңызды емес. Мен номері бірінші чемпион атанамын. Маған қарсы шыққандардың барлығына тұрып бере аламын. Клеткаға кім кірсе де маңызды емес. Мен оны құлатамын. Джозе, Нейт, Чед бәрібір. Чед Мендес қауіпті жігіт еді. Конорға қауіптілік төндірген Мендестің күреске деген қабілеті және жекпе-жек жақындағанда Конор аяғынан жарақат алады. Хорошо? Хорошо, друг? Да. Хорошо. Мен қазір Линстонды жеңген 22 жасар өз орнын таппаған жас жігіттен әлде қайда мықтымын. Қазір мен тәжірибелімін. Менің сүйектерім сынды. Мені бірнеше рет нокдаунға жіберді.
Өте жаман болды. Бірақ тасты қайрайтын уақыт келді. Мен оған сыйлық дайындап қойдым. Мен аллигатормен күрестім, мен китпен де күрестім. Мен найзағайға кісен салдым және дауылды түрмеге жаптым. Алдыңғы апта тауды қопардым. Мен қауіптімін, жылдаммын. Бәрің жастарыңды төгесіңдер. Мен білемін, сендер оған жақсыңдар. Мен сендерге көрсетем қандай ұлы екенімді. 10 seconds. Could he finish him here? It's all over. Conor McGregor is interim UFC featherweight champion of the world. Макгрегор мақсатына жақындады. Чад Мендесті жеңген сәтте бүкіл Ирландия жұртшылығы тізесінен тік тұрды. Конор Жозе Альдомен өтетін жекпе-жек UFC тарихындағы үлкен текетірес болайын деп тұр. Бұл туралы не айтасың? Менің ойымша Жозе жарақатын сылтауратып қорқып менен қашып кетті. Оның да менің сол қолымның дәмін тататын күні алыс емес. Бұл жекпе-жек шынымен де көп ұзамай орын алды. UFC чемпионы Жозе Альдо уақытша чемпион Конор Макгрегорға қарсы. Aldo McGregor. It's time to fight. 10 жыл ішінде ешкімге жеңілмеген Альдо UFC шоуменіне қарсы. The notorious Conor McGregor. Defending undisputed featherweight champion of the world, Jose Aldo Jr. Мен профессионалды MMA жауынгерімін. Басқалардың айтқаны маңызды емес. Егер сен соған сенсең, барлығы солай болады. Менің арманым UFC-дің әлем чемпионы атану. Және мен чемпион боламын. Уәде берем. Undisputed UFC featherweight champion of the world.